Сәлем барлықтарыңызға, қайырлы күн. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге мен баклажанды рулеттерді әзірлеуді үйренеміз. Дастарханға қарапайым ретінде қойғанша әдемілеп ерекше етіп қойғанымыз жақсы. Ендеше кеттік, бастайық. Бізге ең алдымен баклажан керек, салатный лист керек, және панировочный сухарик керек, майонез, чеснок, және жұмыртқа, помидор, ұн керек. Айтпақшы, бізге тіс тазалағыштар керек болады. Бастаймыз. Баклажандарды жуып тазалап алғаннан кейін оны екі шетін кесіп тастаймыз. Кейін оны видеодағыдай етіп тіліп аламыз. Осында екі шеті де керек емес, оны да кесіп тастаймыз. Баклажандарымызды жұқалап тураймыз. Қазір ораған кезде арасы қалың болып кетпеу керек. Негізінен орташа баклажанды таңдағанымыз жақсы. Менде қалғаны үйде үлкен баклажан қалған екен, барынан жасадым. Ендігі ұнды осындай салафанға салып, ішіне барлық баклажандарды саламыз. Әрине міндетті түрде салафанға салудың қажеті жоқ. Қарапайым ысқа ұнды салып, аунатып алсаңыздар болады. Осылай барлық баклажандар салып болғаннан кейін аузын жауып, видеодағыдай етіп шайқаймыз. Міне барлық баклажандарды ұнға аунаттық. Енді оны жұмыртқаға салып, панировочный сухарикке ораймыз. Сухарик, яғни кептірілген нанға. Панировочный сухарикті міндетті түрде дүкеннен алу міндетті емес. Мысалы, кепкен нанды блендерден өткізіп істесеңіз болады. Немесе қарапайым кәдімгі нанды да өткізіп, қағаз сүлгіге жайып қойсаңыз, өзі кеуіп шығады. Сосын осындай дайын бізде панировочный сухарик шығады. Әрі қарай видеодан қарап жасай берсеңіз болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін тавамызды қыздырамыз. Көп май құймаймыз, кішкене май құйып, қуырып аламыз. Және қағаз сүлгіге қойып, ыстығы басылғаннан кейін барып жасаймыз. Соус барлығын жағып, ыстықтай жағып дайындап қоймаңыздар. Мен олай істеп көрдім, бірақ сыртындағы панировкасы барлығы түсіп қалады. Сондықтан суытып істегендеріңіз жақсы. Майымыз қызғаннан кейін баклажандарымызды қуырып аламыз. Баклажандарымызды қағаз сүлгіге қойып, суытып аламыз. Енді арасына помидорды саламыз. Помидорды соломка етіп тураймыз. Ең бастысы соусты дайындаймыз. Соусқа бізге майонез және чеснок керек. Укроп қоссаңыз өте керемет болып кетеді. Менде укроп бітіп қалған үйде. Жалпы ол соусты майонез, чеснок, укроп үшеуін араластырып жасасаңыз, дәмі өте ерекше болады. Өзінің бір ерекше дәмі болады. Бөлек дәм бол. Егер сіздің майонезіңіз қою болып, жаңағы соусыңыз қою болып жатса, онда ыстық су қоссаңыз болады, немесе сорпаны қоссаңыз болады. Соусты жаққанда өте көп мөлшерде жағуға болмайды, себебі қазір біз орағанда жанына шығып кетеді. Жанына, яғни шетіне осылай жапырақтарды орналастырамыз. Видеодан қарап десеңіз барлығы түсінікті болады. Тіс тазалағышты қалай орналастыру керектігін үлгі ретінде сызба жасап қоямын. Міне біздің баклажанды рулеттеріміз дайын болды. Достар, айтайын, баклажандарды жұқалап турағандарыңыз жақсы. Әйтпесе орағанда ол өте қалың болып кетуі мүмкін. Және соусты жеткілікті түрде жаққаныңыз жақсы. Өте аз да емес, өте көп те емес. Ендеше сау болыңыздар, біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Каналда әр сәрсенбі мен жұмада рецепт шығатын болады. Менің видеомда ең алғашқы рет көргіңіз келсе, онда қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.